Сіздермен мен Айзада, өздеріңіздің туылған күндеріңіздің санын біліп алып, өздеріңізді дамытыңыздар. Әр айдың 5-і, 13-і, 23-і туылғандар, бестіктер қатарына жатады. Меркурий планетасында дүниеге келген кісілер бестіктердің эго-векторы логикаға бағытталған. Дұрыс ойлау, бір ізді, логика, қисынға бағытталған. Адамдарды логично, нелогично, дұрыс емес, пайдалы, пайдасыз деп бөледі. Бұл кісілердің аурасы мөлдір, түссіз болғандықтан ренжегіш болып келеді екен. Кез келген соққы бестіктерді қирата алады екен. Сондықтан көбіне мынау ақылға сыймайды, нелогично деп ренжіп қалады екен. Үштік адамдар мен бестіктер қасында өздерін тупой санайды екен. Үштіктер салқын қанды, эмоциясын басқара алмайтындықтан адамдармен қарым-қатынас жасай алады екен. Бестіктерді бизнес тобы деп атайды екен. Бұл кісілердің санасы кәсіпкерлік сана. Жалпы көбейтуге, үлкейтуге бағытталған. Жалпы бестіктер дұрыс сөйлейді екен. Плюсте жүрген бестіктерді тыңдау керек екен. Жаратушы үштіктерді қолдайды, бестіктердің аузымен сөйлейді, алтылықты жақсы көреді дейді. Бестіктердің сөзін жазып алу керек екен. Бестіктерді қолдары шебер, икемді адамдар екен. Бұл кісілерді хрустальное сердце деп те атайды екен. Тез ренжіп, жүректері жабылып, қатты болып кетеді екен. Минуста өте қатты, лаңкес, экстремист кісілер екен. Нерв жүйелері әлсіз. Достар, әр санның плюсы және минусы болады екенін ұмытпайық. Плюсте жол болғыш адамдар. Бестіктердің жолы 22 жаста ашылады екен. Бірақ 22 жасқа дейін рухани дамуы керек екен. Рухани дамыса нағыз сатқыш, көбейткіш, малды да, баланы да көбейтетін адамдар. 22 мен 36 жас аралығында көбейткендерін 90 жасқа дейін сақтай алады дейді. Бірақ мынау дұрыс емес деп қатайып қатты болып кететін кісілер. Наоборот, бұл кісілерге қатты болмай рухани білім алу керек екен. Өзіңізге қажетті белгілерді байқадыңыз ба? Және де байқай отырсаңыз міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдай өтіңіз. Алдағы уақытта көптеген қызықты ақпараттар болатынын айтамын.